Әжем ақырындап өз бөлмесіне шығып, қонақ бөлмеге кіріп келе жатты. Қонақ бөлмеде немересі мен келіннің дауыстары шығып тұрған еді. Келіні, балам, кел дастарханға отыр. Сорпаңды құйып қойдым, суытпай ішіп ал. Қонақ бөлменің бір бұрышында өзінің ауылдан алып келген көрпесінің үстінде отырған әжесін көрген немересі: «Әже, кел, бірге тамақ жейміз» деді. Қарт ана бір күрсініп алып: «Үйдің отағасы келмей тұрып дастарханға отыруға болмайды. Әкеңіз келсін, бірге жейміз бұйырса». Келіні: «Ойбай апа, бұл әдеттердің заман өтті, ескірді ғой. Қазіргілер кім аш болса, сол дастарханға сол отырады. Балаңыз келіп өзі жей береді» деді. «Қызым, адамдардың өз әдебі секілді үйдің де өз әдебі, заңдары бар». Немересі шыдай алмай сөзге араласып: «Ой әже, не ол үйдің әдебі деген» деді. Қарт ана былай деді: «Біз кішкентай кезімізде әкеміздің алдында дұрыс отыруды үйренетін едік. Үйде ата-анамыздың алдында аяғымызды созып отырмайтынбыз. Үлкендеріміз сөйлесіп отырғанда олар рұқсат бермегенше сөзге араласпайтынбыз. Бөлмеге үлкендеріміз келгенде тұра қалып орын беретінбіз. Әкеміз дастарханға отырмай тұрып, біз ешқашан отырмайтын едік. Әкеміз келіп бисмилла, ал келіңдер деп айтатын. Барлығымыз жүгіріп келіп отыра қалар едік. Соңында дастархан батасы оқылатын. Отбасымен жеген тамақтан дәмді тамақ бола ма, құлыным? Бұл дастархан әдебі». Немересі: «Ой әже, бұлардан стресс болмайсыз ба?» деді. «Жоқ, құлыным, біздің заманымызда құрмет болған жерде махаббат бірге жүретін. Махаббат болған жерде қайдан стресс болсын? Тамақтар дәмді, ұйқымыз тыныш, білесің ба? Стресс деген сөздің осында қалаға келіп үйрендім. Біздің ауылымызда ақылының кемістігі бар бір бала болатын. Бәрі оны жынды Ибрахим дейтін. Сол кезде сол жынды Ибрахим де стрессіз бақытты болатын. Кешке дейін көшеде балалармен ойнайтын, қарнаша бір есікті қағатын. Қай есікті қақса да оны үй иелері тойғыз жіберетін еді. Шаш өсіп кетсе, шаштараз шашын қиып қоятын. Хамашы оны шомылдырып тұратын. Жұма күндері ауыл кісілер оның қолын ұстап намазға апаратын. Ешкім оны кемсітпейтін. Қазір ешқандай нәрсеге құрмет қалмады. Қараша үйлерге де құрмет жоқ. Кеш болса да перделер жабылмаған, барлық үйлердің іші көрініп тұр. Бірақ ешкім ұялмайды. Біз кеш батпай тұрып перделері жауып, жарықтарды қосатын едік. Перде жабық болса да үстімізді ауыстыруға ұялып, сол жерге шөгіп ауыстыратын едік. Сырттан көлеңкеміз көрінбеуін ойлап ұялатын едік». Осы кезде беті қызарған келіні ақырындап тұрып перделерді жапты. «Үйдің әдебі пердесінің жабылып-жабылмағанына белгілі болады дейтін еді үлкендеріміз», деді әжем. «Үйдің алдында ешкім іш киімдерін еліп басылып қоймайтын, көршілерден ұялатын еді. Мен кішкентай кезімде шалбарымды үйдің алдына іліп қойған едім. Анам келіп: «Қызым, әкең бүгін ауылға шыққан кезде сенің шалбарыңды ілгелі тұрған қалай ұялғанымды білесің ғой. Екінші рет ортаға ілме, үйдің артына іл, үстінен жұқа мата іліп қой» деді. Мен ол кезде 12 жаста едім. Анам бұны маған сөйлеген кезде жер жарылып, жерге кіріп кетсем екен деп тұрдым, ұялғанымнан. Қазір қалай? Өткенде таза ауамен демалайын деп балконға шығып едім. Қарсыдағы көршіміз барлық кірін асып қойыпты. Ұялғанымнан ішке кіріп кеттім. Бүгін тамақтарды сыртта жейтін болды. Көз құрметі деген болады. Оны ешкім ойламайды. Біз базардан сатып алғанымызды әдемі пакетпен үйге алып әкеліп, сонымен дәмді тамақ жасайтын едік. Көзге құрмет жасауымыз керек, қызғаныш болады. Ол тамақты алуға ақша жетпейтіндер де бар. Соларға құрмет көрсетуіміз керек. Біздің пайғамбарымыз тамағыңызды иісімен көршіңіздің үйінде азау қылмаңыз деп айтты. Үйдің тағы бір әдебі бар. Ең маңыздысы да осы. Үйдегілер жағдайлар ешқашан сыртқа шығарылмау керек. Жегеніміз, ішкеніміз, әңгімелер, ұрыстар. Бұл да бір үйдің әдебі. Ешкімге айтылмау керек. Сол үй ішіндегі мәселелер оңай шешіледі. Пайғамбарымыз да әсіресе әйел мен күйеу арасындағы әңгімелер ешкімге айтылмайды. Бұл күнә болып табылады деген хадистер айтқан. Солай емес пе? Ләйлам деді келіне. Ләйла ұялыңқырап: «Иә анашым» деп ақырын дауыспен. Немересі: «Әже, қазір фейсбук деген нәрсе бар. Адамдар ресторанда отырған, не жегенін суретке түсіріп, мыңдаған адамға көрсетеді. Ойбуй, адам еш уақытта не жегенін сөйлей ма? Әрине әже, әр нәрсенің фотосуреті бар. Қыдырған жерлерде не жегенін, не кигенін, жұбайларын алған гүлдерінің үстіне жазылған тілектерінде фотосуреттері бар». «Құлыным-ау, сен айтып отырсың, ақыр заман жақындап қалды ма? Үйлер тыр жаңалаш қалды ма?» деп көз жүзі жасқа толып әңгімесін жалғастырды. «Біздің отағымыздың алдында бірге жүруге ұялатын едік. Жесірлер бар, тұрмыс құра алмайтын қыздар бар. Олардың көңілдерін жаралғымыз келмейтін. Отағамыздың бір қадам артта жүретінбіз. Қазір болса көшеде ұрысып тұрады, сүйісіп тұрады жастар. Әрине, ар-ұят болмаған жерде мейірім де қалмайды. Үлкендерімізге құрметті десек, бұл үйіміздің берекеті болар. Үйдің ұяты жабылған перделер болатын, ал махаббаттың ұяты жасырыну. Көздің ұяты көзде, дененің ұяты жабық киімдер.
ұялу, ар намыс иманнан келетін нәрселер келіні, дұрыс айтасың анашым, біз ар намысымызды ұмыттық деді. Немересі қасығын ақырындап қойып, мен әкем келгенде тамақ жеймін анашым деді. Әжесі айтқан сөздерінің келіні мен немересіне әсер еткеніне байқап, Құдайға шүкір деді.